Same is shops, дүкендер. Exercise number 1. Match pictures from 1 to 10 with the shops in the box. Бірінші тоғда бокстың ішіндегі дүкендер мен астындағы суреттерді сәйкестендіру керек. Ең алдымен сөздерді аударып алайық. News agents – газет сататын дүкен. Chemist – аптека. Computer shop – компьютер сататын дүкен. Supermarket – супермаркет. Clothes shop – киім дүкені. Shoe shop – аяқ киім дүкені. Sports shop – спорттық киімдер дүкені. Pet shop – үй жануарлар дүкені. Games shop – ойындар дүкені. Book shop – кітап дүкені. Келесі тапсырма болса сәйкестендіру өте оңай. Тек қана суреттердің сыртына қарай отырып, сандарымен және де дүкен атауларымен сәйкестендіру керек. Екінші жаттығуда бізде бокстың ішінде сөздер берілген. Соны аудара отырып, бұл заттар қай дүкенге тиесілі, соны табу керек. Food – тағам, ас. Яғни бұл супермаркет. A t-shirt – футболка. Бұл yes, clothes shop. A cat – pet shop. Мысық деген сөз. A newspaper – газет. Бұл news agents. A pair of shoes – аяқ киім парасы. Бұл shoe shop. A computer game – компьютер ойыны. Game shop. Exercise 3. Write about the shops in your town. Өзінің қалашығындағы магазиндер туралы айт дейді. Қазір тек мысал ретінде ғана көрсеттім. Алайда әр оқушы өзінің қаласында немесе қалашығында не бар не жоқ соны жазу керек. Төртінші тоғда сандарды атай отырып кезекпен қойып шығу керек. First D 1202, A 160, 3 B 22, 4 C 250. Бесінші тоғда listeningді қайта тыңдап сұрақтарға жауап беру керек. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.